Қадірменді достар, әріптестер және студенттеріміз. Сіздерді табалдырығымызда тұрған 2024 жаңа жылмен шын жүректен құттықтаймын. 2023 жылдың еншісінде ауыз толтырып айтарлықтай бастамалар мен өзгерістер, тың жобалар мен креативті идеяларымыз іске асып, межелі нысаналарды дөп көздедік. Бұған ғылым және жоғары білімнің 2023-2029 жылдарға арналған 7 жылдық даму концепциясының 19 мақсатты индикаторы мен жоғары және жоғары оқу орнының кейінгі білімнің дамуы, өмір бойына білім алу және ғылымның дамуы сынды 3 бағыттың мықтап қолға алғандығы дәлел. Әуезовше айтқандай, халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін нәрсе білім десе, біз сол білім мен ғылым дәнін студент бойына егуге дала ағартушысы ыбырайша аш қасқырдай кірістік. Мемлекет басшысы білім ғылым саласына ерекше көңіл бөлуде. Президентіміздің тапсырмасы аясында студенттер, магистранттар және докторанттарға арналған шәкіртақы мөлшері 2 есеге ұлғайды. Coursera онлайн платформасындағы курстар жаппай қазақ тіліне аударылуда. Қазіргі таңда 4000-ға жуық курсты аудардық Courseraның көмегімен. Бұл өз кезегіндегі студенттер мен профессор оқытушылар құрамына қолайлы жағдай туғызып отыр. Жаңа жатақханалар салынып, Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеттерінің студенттік кампустарының құрылысы қолға алынды. Сондай-ақ мамандығым болашағым жобасы басталды. Қазіргі таңда 10 өңірде арнайы өңірлік мамандықтар карталары пысықталып жатыр. Сонымен қатар 2022 жылы 4 шетелдік оқу орындарының филиалы отандық университеттерде ашылған болса, 2023 жылы Ақтөбеде Хериот Вод, Ақтауда Қазақ неміс тұрақты инженерия институты, Семейде Шәкәрім университетінің негізінде Быдгыш университеті, Польшаның жетекші экономика университеті, ал Италияның Марке политехникалық университеті Жетісу өңірінде ашылды. Бұдан бөлек Өскеменде Лубан шеберханасы, ал Қызылордада Сеул ғылым және технологиялар ұлттық университетінің көмегімен жасанды интеллект және жоғары математика мектебі ашылды. Айта кетейік, балаларға арналған келешек ерікті жинақтаушы жүйесі дәл осы 24 жылдан бастап іске қосылатын болады. Сондай-ақ ғылымға 30 жылда болмаған қаржыландыру бөлінді. Ғалымдарымыздың шетелге барып, ғылыми зерттеу әлеуетін көтеруге мүмкіндік беретін 500 ғылыми тағылымдама жобасы сәтті жүзеге асуда. Биыл 481 ғалымымыз шетелге аттанады. Жас ғалымдарға арналған тұрғын үй бағдарламасы іске қосылды. Бұны министрліктің көзге көрінген қарымды қадамдары десек, көзге көрінбегендері де баршылық. Жоғарыда айтылғандар мемлекеттің білім мен ғылымға құштар әрбір адамзатқа жасалған қамқорлығы мен қалтқысыз сүйіспеншілігі. Бұл бастамалар келесі жылда да өз жалғасын табарына бек сенімдіміз. Құрметті әріптестер, қадірлі достар, айта кетерлігі, сіздерге ұсынылған мүмкіндіктер мен жақсы жаңалықтардың артында аламның көзге көрінбейтін қаһармандары жетерлік. Бұл адамдар күндіз күлкі жоқ, түнде ұйқы жоқ сіздерге қызмет етуде. Олар тәулікпен жарыса, танымсыз еңбек етіп, асқан ыждағаттылықпен өз міндеттерін атқарып жүрген менің әріптестерім. Жаңа жыл құтты болсын! Жаңа жыл құтты болсын!